қой. Ирдан ұят. Достар, еттің бағасы неге қымбаттап кетті? Егер ойларыңыз болса, бөлісіп отырыңыздар комментарийда, бізге де қызық. Негізі адамдар еттің бағасы 5000-ға шықты дегенде баж ете қалды. Ал енді еттің бағасын салыстырып көрейік. Ет ол үш есе қымбаттаған жоқ. Оны үкімет ақырын ғана қымбаттатып отыр. Себебі ет маңызды социальный тағамдардың қатарына кіреді. Барлығы қымбаттайды, айналаның барлығы, бірақ ет қана аса қымбаттамайды. Ол қосса үстіне кішкене ғана қосып отырды. Ол өзінің орнын алды десек болады. Неге ет қазір қымбат? Бірінші, инфляция. Яғни ол жылдық заңдық Қазақстанның экономикасының инфляциясы. Екінші мәселе, ол ауыл шаруашылық өнімдерін өндірудің қиындығы. Ауыл шаруашылық адамдар ауыр жұмыспен айналысады. Яғни демалыссыз, жаздың ыстығында, қыстың қақаған аязында. Үшінші как раз факторы оның табиғилығы және тазалығы. Ол өнім искусственный ГМО өнімдеріне қарағанда әлдеқайда жоғары деңгейде, және ол адамның денсаулығына пайдалы. Сондықтан недооцененный товар дейді қой. Шын мәнісінде оның ауылдық өнімнің бағасы искусственный тағамға қарағанда әлдеқайда жоғары болу керек. Элитарлық деңгейде болу керек. Тағы бір пункт, ауылдық өнім ол шектеулі өнім. Яғни халық саны өсіп жатыр, ал малдың саны жыл сайын азайып келе жатыр. Тағы бір малдың бағасына әсер ететін зат ол ауылдық тұрғындарының шығыны. Қаланың адамы сияқты ауылдық адамда бірдей шығындар. Бірақ сонымен қоса ауылдық адамда операциондық шығындар бар. Ол инфраструктураны жаңарту, жаңа инфраструктура құру, қоралар салу, сынып құлап жатқан қораларды жөндеу, техниканы жөндеу, шөп шабу, жем алу, көмір алу. Сонымен қатар қала адамдарының түсінбейтін бір мәселесі, ауыл өнімімен айналысатын адамға ол табысқа шығу үшін бір жыл керек емес, бірнеше жылдар керек. Яғни халық баға қымбат ауыл шаруашылық өніміне және оны шектеу керек деген сөздерді априори тұрғыда айтпау керек. Ол неге жалақы аз деп сөйлеу керек? Неге инфляция қатты деп сөйлеу керек? Өзінің яғни экономикалық сауаттылығын көтеру керек. Қиын жолмен тауып жатқан ауылдық өнімге неге қымбат десе, онда үкімет алады, ондан қорқып шектей салады, бағасын төмендете салады. Яғни бүкіл адамдар аянда ауыл шаруашылығынан қалаға кетуге мәжбүр болады. Яғни ол сала құрдымға кетеді.